Сәлем достар, бүгін өте дәмді баклава рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің YouTube каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Рецепті описанияға міндетті түрде қалдырамын. Сары майымызды үккіштің үлкен көзінен ұнға ауната отырып өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Үстіне бір қасық қопсытқыш және де араластырып, қаймақ қосып, 3 жұмыртқа сарысын қосып, қасықпен бір рет араластырып аламыз да, қолмен қамырымызды илейміз. Илеп болғаннан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға қант салып, үстіне грек жаңғағын уақтап алып қосамыз, және 2 жұмыртқа ағын қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып, формаға саламыз. Оның үстіне начинкамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Үстіне қамырды, начинкамызды араластырып жаямыз. Менде 4 қабат қамыр шықты. Енді шеттерін біріктіріп шықтым. Енді бетін кесіп жібереміз. Баклаваны 180 градуста 30 минут пісіреміз. Барлығын кесіп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да, бүтін жаңғақтарымызды кесілген қамырдың бетіне қойып шығамыз. Пісуге сәл қалғанда бетіне сұйық бал құйып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Ас болсын.